Аспан мен жерді және екеуінің арасындағы барлық тіршілік атаулыны жаратқан жаратушы иеміз Алла тағалаға құл болудан артқан бақыт жоқ бұл өмірде. Құранда Алла тағала пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассаламды еркелете отырып, Әлхамдулиллахиллади анзала аля абдихил китаб. Алла тағалаға мақтаулар болсын, өзінің құлы Мұхаммед алейхиссалату вассаламға мына Құран кітапты нәзіл еткен, түсірген деген мағынада сөздер бар. Осы аяттан пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассаламның өзін құл деп атап отырғанын байқаймыз. Және де ол кісінің өзі Айша анамызға айтқан кезде, афала акуну абдан шакуро, мен Алла тағалаға шүкір етуші, рахмет айтушы құл болмаймын ба деп көз жасын төккен. Құдайға құл болу жайында Сырым Әуезхан ақын бауырымыз өзінің өлең шумақтарында Құдайға құл бол десем біл бағасын, мен оны көрмегем деп бұлданасың, көрмей тұрған Құдайға құл болмасаң, көрінгеннің алдында құл боласың деген сөзі бар.